Сәлеметсіздер ме, құрметті 10-шы сынып оқушылары, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қазақ тілі пәні бойынша білім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде білім, қазіргі қоғам құндылықтары, мәдениет және өркениет тілдік жүйе және норма бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Тапсырмамызды орындайық. Сұхбатты тыңдап, аудиториясын анықтаңыз. Мәтіннің қолдау аясы қандай, неге деген? Бұны әрине құрметті оқушылар өздеріңіз оқып алады деген ойдамын. Енді төмендегі тапсырмаларды орындайық. Бұның жалпы аудиториясы сұхбат ұлттық аспапқа, атап айтқанда домбыраға қызығушылық танытатын қалың көпшілікке, сонымен қатар қолөнерге, қазақ мәдениеті мен дәстүріне қызығатын адамдарға арналған. Мақсатты аудитория ішінде жас ұрпақ өкілдері де домбыра жасауды үйренгісі келетін шеберлер мен қолөнер мамандары да бар, жалпы мамандар да бар. Ал жалпы қолдану аясы бұл мәтін мәдениет және өнер саласына жатады, себебі ол қазақтың ұлттық аспабы домбыраның жасалуын материалдарын, сондай-ақ қолөнердегі шеберлік пен кәсіпті қалай жүргізуге болатынын талқылайды. Сұхбатта домбыраның маңыздылығы, шеберлік құпиялары және осы өнердің кәсіптік қырлары сөз болды. Жалпы сөз болады. Екінші тапсырма мәтіннен қол өнеріне байланысты термин сөздер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарын анықтаңыз және олардың қолданысына ауызша түсінік беріңіз деген. Термин шырша ағашы, түсінік домбыраның беткі бөлігінің жабуға арналған ағаш түрі көптеген ә, кептіріледі, көптен кептіріледі және жылдық сақиналары жиі болу қажет. Ал ұғымдарға келетін болсақ, домбыра таңдаудағы белгілер, түсінік, домбыраның сапасы мен ерекшелігін анықтайтын факторлар, мысалы оның үні, ұстауға ыңғайлылығы, жасалған материалы. Ал тілдік оралымдары бұл домбыра таңдаған адам. Түсінік, домбыра таңдау кезіндегі нұсқаулықтар, оның сапасын білуге көмектесетін кеңестер. Енді құрметті оқушылар, біз толықтай тапсырмамыздың барлығын орындадық. Бізде толық балл 8 балл. Осы 8 балдың толықтай 8 балын жинап өттік. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп, және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда дәл осындай сіздерге арнап жоба тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.